Армысыздар, құрметті Фаберлик компаниясының серіктестері. Мен сіздерге бүгін мақсатқа қалай жетуге болады формуласын айтып түсіндіргім келеді. Аты жөнім Жұмабаева Тәрбия, Фаберлик компаниясының бриллиантовый директорымын. Жалпы кез келген Фаберлик компаниясына тіркелген адамдар табысты болғысы келеді. Ал табысты болғысы келетін адамның мақсаты бар. Мақсатқа жету біреулердің қолынан келеді, біреулердің қолынан келмейді. Неге? Енді қарасаңыз, барлық жер бетіндегі адамдар дүниеге келген кезде Алла Тағала бәрімізге бірдей 24 сағат уақыт берген. Оны біреу өзінің пайдасына пайдаланады, біреу былай пайдаланады. Не керек, әйтеуір әрбір адам күніге 24 сағатты жоқ қылып атады. Және бәрімізге бірдей күш-қуат берген. Сол күш-қуатты біздер пайдалануымыз керек. Жақсы жаққа қарай пайдаланғанымыз дұрыс. Сонымен қатар көп адам елемейтін, ескермейтін тағы бір нәрсе бар. Ол потенциал. Потенциал дегенді былай қарағанда қасиет деп те айтуға болады. Бірақ қасиет десең, көп жағдайда емші, сондай мағынада түсінеді. Сондықтан көбіне біздер пысық, бизнеске келген кезде жұмысты жақсы жасайтын, жанып тұрған адамдарды мына кісінің потенциалы мықты екен. Осы кісіден бірдеме шығады деп айтып атамыз. Болмаса кейбіреу сылбырлау, жайлау адам келетін болса, мына кісінің потенциалы нашарлау, жайлау екен деп айтып атамыз. Сондықтан мен сіздерге түсінікті болу үшін қазір жазып қояйын. Жалпы кез келген адам потенциалын дұрыс қолданатын болса, онда бізде бизнес өте жақсы жүретін болады, достар. Мынау потенциал. Енді қараңыз, осы потенциалды біреулер тек қана 5%-ке қолданады. Біреулер одан көбірекке қолданады. Біреулер 100%-ке қолданады. Егер 5%-ке қарағанда 100%-ке қолданған адамдарды ойлап қарасаңыздар, олар бар күшін салып, кәдімгі күндіз түні уақытын салып, жақсылап жұмыс жасайды. Ол кезде үлкен кәдімгі тез мақсатына жетіп жатады. Біреулер жайлап қана бастап, өзінің бойындағы потенциалын дұрыс пайдаланбай жүреді. Сондықтан біздер енді осыны қалай оятуға болады, осыны қалай күшейтуге болады, соны қарап, кәдімгі өзімше талдап көрейік. Міне, бір адам келеді, потенциалын 5%-ке пайдаланады. Біреулер келеді, 50%-ке пайдаланады. Ал енді біреулер 100%-ке пайдаланады. Достар, қараңыз, егер сіз потенциалыңызды 5%-ке қолдансаңыз да, әйтеуір қолдансаңыз, қалай болғанмен де сізде әрекет болу керек. Қозғалыссыз ештеңе болмайды. Кез келген шаруа жасаған кезде әрекет жасаймыз. Сондықтан біздер потенциалымызды әрекет арқылы пайдаланамыз. Әрекет. Енді бизнеске келген адам әрекет етсе, 5%-пен де әрекет етсе, ол адамда кішкене де болса да нәтиже пайда болады. Немесе мақсат пайда болады. Мақсат дегеніміз қалайда біздің өзіміздің ойлап қойған, алдымызға қойып қойған мақсатымыз. Енді қараңыз, міне, әрекет еттің, әрекет еткеннен кейін обязательно сізде нәтиже деп айтайын, нәтиже пайда болады. Нәтиже. Осы нәтижеге жеткеннен кейін бизнеске келдіңіз, өзіңіздің кішкене де болса нәтижеге жеттіңіз, кішкене де болса, бір адам болса да тіркедіңіз, сол кезде сізде қуаныш пайда болады. Мен адам тіркеледі екенмін ғой, бір адам тіркедім компанияға, тек товарымды алып қана қойғаным жоқ, мен өзім сияқты келесі адам шақыра алдым деген сізде уже сенім пайда болады. Сондықтан біздің әрекеттің арқасында нәтиженің арқасында бізде компанияға, өзімізге деген сенім пайда болды. Сенім пайда болды. Міне, көрдіңіздер ма, достар? Егер сіз потенциалыңды кішкене пайдалансаңыз да, әрекет етсеңіз, манағы адам тіркей алатын жағдайға нәтижеге жетесіз. Ал нәтижеге жеткен адам өзіне сене бастайды. Біздер көбіне Фаберлик компаниясына сенеміз, шақырған спонсорға сенеміз, бірақ өзімізге сенбейміз. Мен мысалы осы 15 жылдан бері бизнес жасап келе жатырмын. Адам тіркей, адам керек бізге деп айтсаң, жоқ, менде адам жоқ. Мен ешқандай адам тіркей алмаймын. Мен
мен тек өзім керегімді алып тұрамын деп адамдар қорқып кетеді. Себебі адам өзіне сенбейді. Біреуді шақыруға ұялады, немесе қорқады, ол маған сенбейді деп ойлайды. Сондықтан сенім болу үшін обязательно бізде мынадан бастауымыз керек. Енді сенім, өзіне сенген адам қайтадан кішкене оянып, қуанып, қайтадан потенциалы көтеріліп, уже 5 емес, келесі жолы 7%, 10%-ке қозғалып бастайды. Себебі ол енді өзіне сенді. Өзіне сеніп, әрі қарай қозғалайынша, әрі қарай потенциалымды өсірейінше деп қимылы әрекет жасай бастайды. Уже әрекеті көбейеді. Әрекеті көбейгесін нәтиже көбейеді. Нәтиже көбейгесін сенім бұрынғыдан да күшейіп бастайды. Енді қараңыз. Егер сіз мақсатқа жеткіңіз келсе, сізде неше түрлі арман болады. Арман деген ол аспандағы айға да ұшып баруға болатындай арман. Кез келген адамда арман бар. Мысалы, мынау сіз дейміз. Келдіңіз компанияға. Мынау сіз. Келгеннен кейін сіздің арманыңыз бар. Мына жерде арман. Арманыңыз бар. Осы арманға бүйтіп кәдімгі қиялдап жүресіңіз. Бірақ мақсатқа олай жете аламыз ба? Бірден ұшқыр қиялменен арманға бірден жете аламыз ба? Достар, олай болу мүмкін емес. Себебі бала да, үлкен де, бәрі де армандайды, бірақ мақсатқа жету өте қиын. Егер де біз өзіміздің үлкен мақсатымызды алдымызға қойып алсақ, оған біздің миымыз сенбей қалуы мүмкін. Сондықтан біздер мына армандаған арманымыздың мақсатқа жайлап, бүйтіп, жайлап жетуімізге болады. Себебі біздер бірден келгеннен кейін 1 миллион ақша аламын деп мақсат қойып қоямыз. 1 миллион ақшаға ол бір айда, даже 1 жылда да жете алмай қалуы мүмкін адамның. Ол адам әртүрлі. Адамның өзінің мына потенциалына байланысты, қозғалысы әрекетіне байланысты. Мысалы, сахнаға кейбір адамдар шығады, мен деген 2 айдың ішінде, 3 айдың ішінде миллион таптым дейді. Сол шыққан адамның сөзін тыңдап алады да, адамдар соның мақсатыменен әрекет етіп бастайды. Ол кісінің мақсат екенін адам көп жағдайда ойламайды. Әркімнің өзінің мақсаты болу керек. Ол адам сияқты ол кісі әрекет ете ала ма? Соны ойлау керек. Мысалы, ол кісі манағы миллионды бірден 2 айдың 3 айдың ішінде тапқан адам, ол әуелден жинап отырған командасы бар. Басқа бір компанияда жасаған, не болмаса 40 адамы бар блогер болуы мүмкін. Ол кісі себебі манағы адам жинап алған адамменен бірден жетуі мүмкін. Ал мына келіп тұрған адам ешқандай адамы жоқ, бұрын бизнесте жасамаған, басқа компанияға барса да тек керегін алып жүрген адам болуы мүмкін. Жалпы сетевой маркетинг туралы ешқандай білімі жоқ, ондай адамдар да келеді. Сондай адам мысалы келсе, ол бірден манағы сахнада тұрған 2 айдың ішінде миллионға жеткен адамның дәрежесіне, мақсатына жете алмауы мүмкін. Сондықтан әр адам өз мақсатын өзі қою керек. Міне қараңыз, мына арманға, мына миллион ақшаға жету үшін біздер әуелі төменгі жақтан бастауымыз керек. Біздер бірінші 5% потенциалмен бастадық па, енді сенім пайда болып, одан да кішкене көбейтіп, 10%-пен бастаған кезде біздің нәтижеміз жайлап көтеріле бастайды. Сол кезде біздер қуанып, өзімізге рахмет, мен өткенде 1 адам тіркеп едім, енді осы жолы 2 адам тіркедім деп, міне бүйтіп бірінші баспалдаққа 3%-ке жеттіңіз ба, Фаберлик компаниясының уже алғашқы 1500-2000 теңге ақшаңызды алып бастадыңыз. Оның өзі үлкен қуаныш. Міне сөйтіп сіздің миыңызға 3%-ке жеттің деген үлкен қуаныш галочка болып қойсында. Уже сенің миың сенді. Жарайсың Айгүл, міне өзің, жарайым, мен рахмет, мен деген міне осы каталогта 3%-ке жеттім, сенімім артты. Уже келесі айда мен деген 5 емес, 10 емес, 15% потенциалмен жұмыс жасайын деп, өзің қуанып, 15% потенциалмен жұмыс жасаған кезде, сізде келесі айда екінші баспалдақ пайда болады. Уже сіз 6%-ке жетесіз. 6%-ке жеткен уақытта сіз өзіңізге тағы да галочка қоясыз. Келесі мақсатқа жеттің. Қуаныш уже, сенім пайда болып бастады. Көрдіңіз бе?
тағы потенциалыңыз артты. Негізі бізде табыс, мақсатқа жету деген ой қай уақытта сенім пайда болғанда көтеріліп бастайды екен. Потенциал емес, сенім пайда болу керек бізде. Ал сенім пайда болу үшін қозғалыс болу керек. Кез келген шаруаны бітірерде адам қозғалыс бастайды. Енді Фаверликке келгеннен кейін жайлап адам шақырамыз. Бірінші айда бір адам. Сол бір адамды шақыру арқылы біздер компанияның маркетинг планы деген болады, товар деген болады, адамдарды шақыру деген болады. Шақырған адамдарды жетелеп әрі қарай алып кету, ол адамға көмектесу деген бар. Осылардың барлығын бірінші біз үйреніп алуымыз керек. Манағы қасымызға шақырып алған адамды жетелей жүріп біз үйреніп алсақ, келесі каталогта, келесі айларда шақыратын болашақтағы 2 адам, 3 адамымызға түсіндіру жеңіл бола береді. Себебі біздің ойымызда, тілімізде айтатын әңгімеміз бар, сөзіміз бар. Сондықтан біз 6%-ке шыққан кезде 3-4 адамға тағы да үйретіп, өзіміздің білетінімізді айтып тастаймыз. Содан кейін келесі баспалдақ бұдан да жеңіл болады. Себебі бұл жерде уже біздің біраз 50%-ке дейін потенциалымыз бар. Қорықпаймыз. Себебі біздер уже айта аламыз. Біздер компания тура үлкен жаңағы маркетинг планды білеміз. Біздер компанияның бар товарын білеміз, мақтай аламыз. Сондықтан міне жерге келген кезде 9%-ке 5-6 адамменен шығып, алғашқы 20 000 теңгені алып бастаймыз. Уже 20 000 қалтаға түскеннен кейін көптеген адамдар 10 000 ақша қалтаға түссе де өте қатты қуанып, мен деген директор болғандай қуанып жүреді. Себебі бұрын ол сетевой маркетингтен 20 000 ақша тауып көрген жоқ достар. Мысалы, біз де өзіміз компанияға келген кезде алғашқы табысымызды алғанда қатты қуанғанбыз. Мынандай жерде осындай ақша табуға болады екен ғой, әрекет етсең берекет болады екен ғой дегендей біздер қатты қуандық. Сол сияқты кез келген адам аз ақшаны көріп, товарын ала жүріп, мысалы магазиннен қанша товар алсақ та бірде-бір ақша көрген жоқпыз. Ал бір жерге келген кезде біздер ақша тауып бастадық. Сөйтіп біз жоғарыдағы мына жақтағы миллионға жету үшін жайлап баспалдақпенен бүйтіп көтеріле береміз. Көрдіңіз бе? Уже міне 9%-те тағы галочка қоясың. Содан кейін 12%, оған тағы галочка қоясың. Сөйтіп көтеріліп келе береміз. Бүйтіп 15%. Өстіп көтеріліп жайлап міне 19%. Ең соңында міне директор болу үшін 23%-тік табысты Фаверлик компаниясынан аламыз. Ол кезде біздер уже потенциалымыз 100%-ке көтеріледі. 100% потенциалмен әрекет еткен адам нәтижеге, мақсатқа обязательно жетеді. Себебі ол жерде өзі директор болады, және өзінен кейінгі шақырылған бірінші, екінші адамдардың директорға жетуіне көмектесу арқылы ол кісі миллионға дейін, одан да жоғары табыс табу мақсатына жетеді. Сол кезде бұл кісі арманында может үй болған шығар, машина болған шығар, или көп ақша, баласын оқытқысы келген шығар. Бұның барлығы уже сіздердің мақсаттарыңыз. Осы мақсатқа жету үшін, біздер осы нәтижеге жету үшін, біздер әр уақытта сенімді болуымыз керек. Адам сенімді болған сайын мақсатқа жетеді. Ал егер бірден миллионға мақсатты қойып алып, бірден 2 айдың ішінде манаға миллионға жетем деп әрекет етсеңіз, ол әрекетке жетпей қалсаңыз, сеніміңіз сіздің жоғалады. Сенімі жоғалған адам уже құлдырайды. Егер де сіз сеніміңіз жоғалса, уже ойлайсың, той Фаверлик деген ол менікі емес, ол нашар компания, мен міне жете алмадым мақсатыма, мен деген қолымнан келмейді, вообще сетевой маркетинг менің қолымнан келмейді, адам шақыру менің қолымнан келмейді деп, өзіңді шеп, шаршап, кәдімгідей спонсорға ренжу, компанияға ренжу, бәріне товарға ренжу, бәріне ренжу осы жерден басталады достар. Сондықтан жалпы бизнеске, нәтижеге жеткісі келетін адам, мақсатына жеткісі келетін адам өзіне мақсатты аз мақсаттан бастау керек. Аз. Өзінің көрпеңе қарай көсіл дейді ғой. Өзінің әліне қарай қозғалу керек та. Өзінің күшіне қарай қозғалу керек. Сонда ғана адамдар үлкен кәдімгі мақсатқа жету керек. Және әр мақсатқа жеткен сайын өзін 3%-ке шықты ма, өзін мадақтау керек.
мен керемет екенмін, мен бір адам тіркей алдым, өзін мадақтап бірдеме алып беру керек. 6%-ке жетті ма? Иә, бір 2-3 адаммен 6%-ке жетті ма? Қуанып өзін мадақтау керек. Мен міне 3-4 адамға шамам келді. Командамда 3 адам бар. Осы 3 адамды мен деген тәрбиелеймін, мен оған көмектесем, мен оған жаңағы лидер болам деген сияқты әрбір баспалдаққа көтерілген сайын, әрбір кішкентай мақсатқа жеткен сайын өзін мадақтап тұрса, адам кәдімгідей күннен күнге сенімі артады. Жалпы сетевой маркетингте, соның ішінде Faberlic компаниясында табысқа жету, мақсатқа жету жеңіл. Себебі мен өзім осы компанияға келгенде бір айда өз мақсатыма жетіп директор болдым. Одан кейін, бір жылдан кейін жаңағы екінші директорым шығардым, сөйтіп үшінші директорым шығардым. 5 жылда мен алдыма қойған мақсатым бриллиант директор болды. 5 жылда мен бриллиант директор болдым. Өзімнің сол қойған мақсатым болатын, достар. Сондықтан кез келген, мен қазір 63 жастамын, кез келген адамның мен сияқты жұмыс жасауға шамасы келеді. Тек қана біздер сауаттануымыз керек, кішкене де болса үйренуіміз керек. Үйренсек, кез келген бизнесті жасауға болады. Кез келген жұмысты жасауға болады. Кез келген жұмыстың оқуы бар. Мұғалім болсаң да оқып аласың, врач болсаң да оқып аласың, шаштараз болсаң да оқып аласың, тағы не, сатушы болсаң да оқып аласың. Сондықтан біздер оқымай жатып үлкен ақшаға жетем деп талпыну ол дұрыс емес. Үйреніп алу керек, үйрене жүріп, аз-аздан баспалдақпен көтерілу арқылы үлкен мақсатқа жету мүмкіндігі туады. Енді айта кетейін, достар, осы мынаны потенциал, әрекет, нәтиже, сенім арқылы осылай жұмыс жасап 90 күн әрекет ету керек. 90 күн өзіңнің потенциалыңды пайдалану керек. Сол кезде сіз осы бағытқа үйренесіздер. Бұл деген система. Осы системаға үйрену арқылы сіздер 90 күнге өзіңнің қалаған нәтижеңе жетуге болады. Ал егер сіз сенімің болмаса, онда кері қарай айналып кетесіз. Төмен қарай уже сіздің потенциалыңыз нөлге түсіп кетеді. Сондықтан сіздерге үлкен табыс тілеймін, үлкен жетістік тілеймін. Кез келген адамның қолынан келетін жұмыс, кез келген адамның қолынан келетін кәсіп. Біздер Faberlic компаниясы үлкен кәсіп, біздер кәсіпкерміз. Табысымызды заңды түрде үкіметке, Қазақстанға налог төлеу арқылы алып отырған жағдайымыз бар. Сондықтан Faberlic компаниясының көп товарын пайдаланып, тамаша товарларын пайдалану арқылы компанияның беріп атқан барлық мүмкіндігін алуға болады. Бұл жерде табыс да бар, бұл жерде шетелге шығу путевка да бар, бұл жерге арман мақсатыңа жету де бар, бұл жерде кез келген адамға көмектесіп, соның рахметін алып, әр уақытта риза болу да бар, барлығы бар, достар. Мен өзім осы компанияға келгелі, өзімді тәрбиелеп, табыс табуды үйрендім, табысымды жұмсауды үйрендім. Сондықтан кез келген адамның қолынан келеді, соның ішінде сіздің де қолыңыздан келетініне сенімді айта аламын. Рахмет тыңдағандарыңызға.